Енді мен өмірімде 3 әйел алдым. Қазіргі сол әйелмен тұрып жатырмыз, 3-ші әйелмен. Бірақ мен сол сана биігінде жолығатын әйел маған да жолықпады. Эвересттің шыңына шыға алмадыңыз. Мына бір өлең жолдарыңыз. Не толқытса, соның мұңын тартасың, аурухана ауласында сытырлатып картасын, жанарында әзіл ойнап, жарасы маған бір қыз балашта. Науқастан ба, еріннің кезерген, жазыласыз, налымаңыз бекерсіз, әйтсе де әйел қауымына ежелден немқұрайлы қарамайды екенсіз. Сүйюді сіз ерлік деп те атайсыз, онсыз ақын боларсыз ба ой өрген. Дегенімен сіз абайлаңыз, байқаңыз, бағыңыз да, сорыңыз да әйелден. Расында солай болды ма? Иә. Ол енді өзіңе сай әйел жолықпағаннан кейін тағдырың солай болады. Бұл өте күрделі мәселе. Ол туралы менің мынау Қонаевтың Дара махаббаты деген өлеңім бар. Мынау мәселен Қонаев маған мынандай бір оқиға айтты. Бір күні дейді, жақын туысқандарым барлығы жиналып, үлкен қариялар бар ішінде бәрі келіп дейді, мына сізден бала болмай қалды. Сондықтан енді сізден біз ұрпақ алып қалуымыз керек деп мен әйеліме де жолығыпты дейді. Әйелін де мойындапты, енді сондай бала болмайды. Қайтеміз енді, солай болды. Сөйтіп маған дейді 20 жасар қызды дайындап қойып дейді. Оның өзі құлшынып отыр дейді, жаңа қыздың өзі. Мына ұрпақ алып қалуымыз керек сізден. Сонан әйелім айтты дейді, енді осылай өздеріңіз демекің мақұл десе мен қарсы емеспін депті. Содан кейін Қонаев көнбей қойыпты. Мен қарсы болдым дейді, жоқ. Мен Мәскеуге барамын, Ленинградқа барамын, басқа қалаларға барамын, міндетті түрде бір күрделі кітап алып келемін. Соны Зухраға берем, Зухра соны оқып шығады, соны кейін барып түніме екеуміз соны талқылаймыз. Ол өзінің ойын айтады, менің өзімнің ойын айтамын дейді. Сөйтіп түніменен соны бір уақытымыз, бос уақытымыз болмайды дейді. Ылғи оны үлкен деңгейде сырласып отырамыз дейді. Сондықтан махаббат дегеніміз бұл мүлде басқа дүние. Үлкен деңгейде бір-бірінің үлкен ойымен ойы сай келу керек. Санасымен санасы сай келу керек. Сонда ғана ол махаббат. Тағдағы мынандай мәселе, мұндай шақта қиын екен, қызға сөзің өтпесе, қарсыласып тұра алмадым, кете бердім, кеттесе. Өйтпегенде қайтем енді, батылдығым жетпесе. Деген өлеңіңіз бар. Батылдығыңыз жетпей қалған қыздар көп болды ма? Менің өзі бір ерекше қызым болды, Күләнда деген. Түлкібас жақта тұратын, сол жерде ана бұрын пойыз тоқтап өтетін. Келе жатқан кезде тура соны тоқтамайтын болыпты. Оларға айтпаған. Содан кейін бұлар секіргенде пойыздың астына түсіп кеткен. Қасында қызды аяғын сындырған. Сөйтіп сондай жағдай болған. Айтпаса ол маған шынында бір ерекше қыз болып жолығып еді. Яғни Күләнда тірі болса, Эвересттің шыңына шығар ма едіңіз? Кім білсін? Қалуым әбден мүмкін.